Адамнан кек қайтарған жылан. Ордалы жылан туралы аңыз әңгімелерден естігеніміз болмаса, көзбен көргендер аз. Жылан дегенде көпшілігіміздің көз алдымызға тілін жалаңдатып, ирелеңденген сұсты тіршілік иесі келіп тұра қалады. Олардың қайсы бір түрі болмасын, адамзат үшін қорқынышты. Жалпы табиғатта жыланның бірнеше түрі тіршілік етеді екен. Жыртқыш түрлері тышқан тәрізділермен, бақалармен, омыртқасыздармен қоректенеді. Көпшілік жыландар жұмыртқа салады, ал кейбіреулері тірі туып көбейеді. Олар жеке дара немесе топтанып қыстайды. Топтанып қыстайтын түрлерін халық ордалы жыландар деп атайды. Жуырда ордалы жыландар туралы бір әңгіме естігенім бар. Бұл оқиға оңтүстік Қазақстан облысының бір шағын ауылында болыпты. Отау құрғандарына небәрі 5-6 жыл болған Дәурен мен Айсұлудың ауылға қоныс аударғандарына аз ғана уақыт болатын. Дәурен тұла бойым тұңғышым, артымнан ерген тұяғым деп ұлының атын ізбасар қойды. Ал одан 2 жасқа кіші қызының есімі Ләйла. Жан жары Айсұлудың төркіні қалада тұрады. Ал өздері бұл ауылға Дәуреннің шаруасына қолайлы деп көшіп келді. Сатып алған үйлері тәп-тәуір, жаңа үлгімен салынған, баспананың түр сипаты еңселі, айналасындағы үйлермен салыстырғанда сонандайдан көзге ілінеді. Күн артынан күндер өтіп, жұбайлар бақытты өмір сүріп жатты. Дәурен күні бойы жұмыста, ал әйелі Айсұлу шаңырақта бала тәрбиесімен айналысатын. Айсұлу үйде жүргенде сәл тыныштық орнай қалса, әлде бір заттардың сырынан селкеде түседі. Алғашында үй жиһаздарының сыры екен деп Айсұлу ештеңеге аса мән берген жоқ. Түн түндігі түріліп, тыныштық орнаған кезде де Айсұлу әлдекім еденді жай рақат басып, арлы-берлі жүрген секілді дыбыстардан оянып кетіп жүрді. Құлағын салып, тыңдай қалса, әлгіндегіндей дыбыс жоғалып кетеді. Бірде ол таң ата мынандай оқиғаға тап болды. Жолдасының таңғы асын беріп, жұмысына шығарып салған соң, Айсұлу төсек жинауға кіріскен. Күйеуінің көрпесін сілкіп жинап жатқанда, бірнеше жыланның бұралып жерге сарт ете қалғанын көріп, зәресі зәр түбіне кетеді. Дереу Дәуренге хабарласып, мән-жайды айтады. Бірақ ол бұған айтарлықтай мән бермейді. Қорқыныштан қол-аяғы дірілдеп кеткен Айсұлу асханаға барып, су ішпек болады. Дереу асханаға жүгіріп келіп, ыдыстағы суға еңкейе бергенде, еденмен жорғалай жүріп, ас үй жиһазының артына қарай кіріп бара жатқанын қарады. Сол күні Айсұлудың ештеңеге қолы бармады. Құдды бүкіл заттың арасынан жылан шыға келетіндей қорқыныш сезім пайда болды. Кешқұрым Дәурен жұмыстан келген соң, оқиғаның барлығын жолдасына бүге-шігесіне дейін айтып береді. Дәурен жатын бөлмедегі төсек орынның айналасын, асты-үстін, барлық бөлмелерді түгелдей тінтіп шықты. Бірақ ешқандай жылан ізін байқамады. Арада бірнеше ай өтті. Бұл кезде жанұяда жылан туралы қорқыныш сәл-пәл сейілгендей еді. Айсұлу әдеттегідей үй ішінде анау-мынау тіршіліктермен айналысып жүрген. Сәл демалып алайын деп, жатын бөлмедегі кереуетке жата кетті. Көзі ілініп кеткен екен. Түсінде жұмсақ құмның үстінде жалаң аяғымен олай да бұлай балаша ойнап жүгіріп жүр екен. Кенет селк етіп оянып кетсе, қос аяғының үстімен бір жылан супсылдап өтіп бара жатыр. Айсұлу ойбай деп ышқына айғайлап, аяғын сілкіп қалғанда жылан ұшып түсіп жоқ болды. Әйелінің үрейлі түрін көрген Дәурен, әйелі мен 2 баласын қалаға төркініне жіберіп, өзі үйдегі жыланды өлтірмек болып үйде қалады. Ертеңіне жұмысқа бармай, жыландардың жарыққа шығуын күтіп отырады. Кенет теледидар қоятын үстелдің артқы жағынан басы қылтия шығып, еденмен бойлай жорғалаған жыланды көріп, қолындағы балтасымен 5 бөліп тастайды. Осылайша көзіне көрінген жыланның бәрін балталай береді. Бірақ Дәурен мұнша жыланның үйге қалай кіріп, олардың қай жақтан шығып жатқанын түсініксіз. Бар ойы жыландарды жою. Жорғалаған жыланның бәрін өлтіріп бітірдім дегенде, әйел мен балаларын қайтадан ауылға шақырып алады. Үйде жыланның қарасы көрінбегенге, ерлі зайыптылар енді тыныш өмір сүреміз бе деп ойлаған. Бірақ бұл ойлары бекер болып шықты. Түн ауа
Айсұлу ауа жетпей қиналып оянып кетті. Көзін ашса, бір жылан оны қылғындырып бойына оралып тұр екен. Қимылдай қалса, одан сайын тұншықтыра түсетіндей еді. Есіктің табалдырығында жолдасы Дәурен аузынан ақ көпік атылып, өлім аузында жатты да, артынша қиналып шығарған даусы да үзілді. Жанында жатқан қос құлыншағы жалаңаш күйде әлде қашан ажал құшқан. Айсұлу қос қолымен жыланды тартқылап, тырысып көріп еді, болмады. Қол аяғы тыпырлап, айғай салуға да шамасы келмеді. Ақыры соңы демін шығарды. Бақса бақа өпкен демекші, бір шаңырақты бір түнде өлтіріп шыққан ордалы жыландар екен. Олар өздеріне қастық қылғандарды жер бастырып жүргізбейтіндей көрінеді. Ел арасында үйге жылан кірсе, басына ақ құйып, еппен шығару керек дегенді жиі естиміз. Сонда ол ешкімге зиян тигізбейді екен. Жалпы өлтіріп жатқанда жылан, алтын басым аман болса, 6 күнде тірілем, жез құйрығым аман болса, 7 күнде тірілем деп айтады екен. Қайсы бір тіршілік иесінің жағымсыз факторға қарсылық көрсететін қасиетке ие екенін білеміз. Бірақ жыланның кегі түбінде жақсылыққа апармайтындығы белгілі болғандай болды.